Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді, жұмсақ, үлпілдек сосиска в тестенің рецептісімен бөлісемін. Егер де рецепт қызық болса, видеоны соңына дейін көріңіздер және де маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Бөлек бір ыдысымызға 500 мл жылы сүт, 1 қасық қант, дрожжи және де 1 тал жұмыртқаны салып, өте жұмсақ етіп қамыр илеп аламыз. Маған басында осылай қасықпен араластырып алған өте ыңғайлы. Сосын барлығын араластырып болған соң, кішкене жұмсарып, уже жабысатын кезде мен осылай май құйып жіберемін, сосын дальше қолмен илеймін. Қамырды ашығанша жылы жерге орап қоямыз. Ол уақытқа дейін бізге сосиска мен сырды осылай видеода көрсетілгендей етіп тураймыз. Ашыған қамырымыз дайын болған соң, осылай бөліктерге бөліп, оны дөңгелектеміз. Мен видеода көрдіңіздер, алақаныма салып дөңгелектеп жатырмын. Сіздер де солай жасаңыздар, түсінбесеңіздер, видеоны қайталап көріңіздер. Дөңгелектенген қамырды осылай оқтаумен жайып алып, ішіне сосиска және де сырды салып, видеодағыдай ораймыз. Осылай сосисканы екіге бөлеміз, ішіне сырды салып, сосын барып, осылай қамырға салып, екі шетін орап, ашылып кетпейтіндей майға салған кезде, сосын осылай ораймыз да, кішкене алақанымызбен оны дөңгелетіп жібереміз. Міне сіздерде осындай сосиска шығады. Сосын алдын ала дайындап қойған майымызға осылайынан барлығын біртіндеп салып пісіріп аламыз. Бұл жерде отты өте орташа отта пісіріп алуымыз керек. Өйткені егер де сіздер отты қатты қылып қойсаңыздар, оның іші піспей қалады. Сондықтан ұзақ уақытты қажет етеді. Баяу отта жайменде барлығын араластырып осылайынан пісіріп аламыз. Видеода барлығы тез болып көрінуі мүмкін. Бұл тек қана сондай настройка. Негізінде бұған менің де ұзақ уақытым кетті, бірақ соңында өте дәмді сосиска в тесте аласыздар. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болады. Сүтке иленген қамыр болғандықтан бұл өте жұмсақ шығады. Үлпілдек болып жесеңіз, дәм аузыңыздан кетпейді, сондай дәмді болып шығады. Сондықтан міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Және де айтарым, міндетті түрде маған каналға тіркеліп, лайк басып, комментарияға өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін маңызды.